Сәлеметсіңдер ме балалар? Математика сабағынан 4-ші сабақ екі таңбалы сандардың графикалық моделі тақырыбын өтеміз. Балалар, алдымен бірінші есепке қарайық. Бірінші есеп: суретке қара, берілген цифрларды пайдаланып 10 мен 20 сандардың арасындағы екі таңбалы сандар тізбегін жаз. Суретте нені көріп тұрмыз? Топтарды және оның ішінде цифрлар жазылған екен. Осы цифрларды пайдаланып сандар тізбегін жазатын боламыз. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Олай болса, екінші есепке қараймыз. Екінші есеп: зерттеу. Екі таңбалы сандардың графикалық модельдеріне қара. Яғни, бұл жерде жасыл төртбұрыш және де дөңгелек ондықтар саны болып табылады. Ал көк төртбұрыш, көк дөңгелек бірліктер саны болып табылады. Әр графикалық модельге сәйкес келетін екі таңбалы санды жаз. Және осы сандарды разрядтық қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Балалар, жасыл төртбұрыштен 7, көк төртбұрыштен 5, сонда 75. Разрядтық қосылғыштар түрінде жазсақ, 75, 70 пен 5-тің қосындысына тең. Келесі 57. 57 саны 50 мен 7 сандарының қосындысына тең. Келесі 62. 62 саны 60 пен 2 сандарының қосындысына тең. Жақсы. Балалар, енді үшінші есепке қараймыз. Үшінші есеп: тапсырмаларды орында. 34 санын әр түсті дөңгелектер түрінде модельдеп көрсет. Мысалы, дөңгелекше жасыл түсінен 3, дөңгелекше көк түсінен 4, сонда 34 болады. Келесі 47 санын әр түсті шаршылардан тұратын сызба түрінде модельдеп көрсет. Балалар, жасыл түсті шаршыдан 4, көк түсті шаршыдан 7 модельдейтін боламыз. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Олай болса, төртінші есепке қараймыз. Төртінші есеп: теңдеулерді тап, оларды шеш. Балалар, енді мына өрнектердің ішінен теңдеулерді табамыз. 8 азайтылған x теңдеу бола алады ма? Дұрыс айтасыңдар, бола алмайды. 10 азайтылған x тең 8 теңдеу бола алады ма? Бола алады балалар. Келесі 10 азайтылған 3 мәні 7-ге тең. Теңдеу бола алады ма? Бола алмайды. Келесі 5 үлкен 3-тен қарағанда теңдеу бола алады ма? Бола алмайды. Келесі x азайтылған 8 мәні 10-ға тең. Теңдеу бола алады ма? Жақсы, жарайсыңдар. Теңдеу бола алады. Енді балалар, осы теңдеулерді шығарамыз. 10 азайтылған x мәні 8. x тең 10-нан 8-ді азайтамыз. x-тің мәні 2-ге тең. 10-ның 2-ге айырмасының мәні 8. 8 тең 8. Келесі теңдеу: x азайтылған 8 мәні 10-ға тең. x тең 10-ның 8-ге қосындысының мәніне. x тең 18-ге тең. 18-ден 8-дің айырмасының мәні 10-ға тең. 10 тең 10-ға. Жақсы балалар, олай болса, келесі есепке қараймыз. Бесінші есеп: сандардың разрядтық қосылғыштарын тап. 30 санының разрядтық қосылғыштары қандай балалар? Дұрыс айтасыңдар. 30 бен 0-дің қосындысына тең. Келесі 27 саны 20 мен 7-ның қосындысына тең. 59 саны 50 мен 9-дің қосындысына тең. 93 саны 90 мен 3-дің қосындысына тең. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Енді балалар, алтыншы есепке қараймыз. Алтыншы есеп: 42 санының ондықтар разрядындағы цифрдің мәнін 1-ге арттыр. Бірліктер разрядындағы цифрдің мәнін 1-ге кеміт. Қандай сан шықты? Сонда балалар, 51 сан шықты. Жақсы балалар, жақсы, жарайсыңдар. Олай болса, келесі есепке қараймыз. Жетінші есеп: есепті шығар.
Балалар жұмбақ жасырып ойнады. Бірінші топ 19 жұмбақ, ал екінші топ одан 7 жұмбақ кем жасырды. Екінші топ қанша жұмбақ жасырды? Шартын құрамыз. Бірінші топ 19, екінші топ белгісіз, 7-еуі кем. Шешуі 19-дың 7-ге айырмасының мәні не? Мәні 12. Сонда балалар, есептің жауабы 12 жұмбақ жасырды. Жақсы балалар, олай болса балалар, келесі 8-ші есепке қараймыз. 8-ші есеп. Дәптердің тор көздерін пайдаланып 26 санының әртүрлі графикалық моделін сал. Осы санның көршілерін разрядты қосылғыштардың қосындысы түрінде жаз. Балалар, 26 санын, яғни дөңгелекті шеден 2, 4 бұрыштан 6, сонда 26 болады. Ал енді осы санның көршілері 25 және 27. Ал разрядтық қосылғыш түрінде жазсамыз, 25 санның разрядтық қосылғыш түрінде жазсақ, 20 мен 5-тің қосындысына тең. Келесі 27 саны 20 мен 7-нің қосындысына тең. Жақсы балалар. Енді балалар, келесі 9-ші есепке қараймыз. 9-ші есеп пойыз құрастыр ойыны. Үлгі бойынша 4 қосылған 6, қосылған 7, мәні 17-ге тең. Келесі 1 қосылған 4, қосылған 9, мәні балалар 14-ге тең. Келесі 1 қосылған 9 және 3-тің қосындысының мәні 13-ге тең. Келесі 4 қосылған 6, қосылған 7, мәні 17-ге тең. Келесі 9 қосылған 1, қосылған 2, мәні 12-ге тең. Келесі 6 қосылған 4, қосылған 5, мәні 15-ге тең. Келесі 1 қосылған 7, қосылған 8, мәні нешеге тең? 16-ға тең. Жақсы балалар, жарайсыңдар. Олай болса, пойыз құрастырып болсақ балалар, біздің сабағымыз аяқталды. Каналға жазыламыз, лайк басамыз. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.